Babamız былай деген екен: таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады. Таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады. Су түбінде жатқан тас жел толқытса шығады. Ой түбінде жатқан сөз шер толқытса шығады. Ал біздерде енді 10 жылдан бері осы Әлияұлда 10 ардагерге ескерткіш орнатуды әкімнен өтініш қылып келе жатырмыз, бірақ әлі орындалатын түрі жоқ. Сондықтан қолдан келгенше мына өлең жолдарын былай деп бастадық. Тақырыбы: адамзат рухының шындығы не? Жердегі әкіміңіз қолдамаса, көктегі Құдайдың да несі бар? Ардагерлер рухы шырылдаса, олардың әруағын кім жұбатар? Осыдан 10 жыл бұрын сұранып ем, көңіл жықпас сылтау мен сөздері бар. Ал биыл 300 миллион алдымда тұр, төлесе ескерткішті көресің деп. Мұндай қиын боларын білгенімде, шалдарым, сіздерге де айтарым бар: ораза мен намазың Құдайыңа, жасаған жақсылығың иманыңа, отан үшін от кештік десеңіздер, 80 жыл мына бейбіт заманыңа. Ұлы жеңіс 80 жыл деп айтсаңыз, көз кеткен соң көңілден кетесіңіз. Жеті атаға жетпей-ақ ұмыт болып, елеусіз болар сәтке жетесіңіз. Аман есен соғыстан оралдың деп, ел есінде сақталып қалам десең, рухыңның төлемі 300 миллион, аталар тірі кезде төлеңіз деп. Бар шығар ақыл айтар ел ағасы, қорғаныс министрі жоғары кеңес төрағасы. 10 жыл бойы айтумен әлі келем, табылар деп бұл істің бір шарасы. Мойнақ районына қарасты 1772 тұрғыны бар Әлияұлдың зейнеткері Садықов Қаржаубай.